Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл адамның есімі Майк. 30 жыл өмірін капсулада өткізіп жатыр. Оған себеп оның полиомиелит ауруына шалдыққан. Бұл адам 65 жаста, 30 жасында өкпе ауруымен комаға түседі. Дәрігерлер өкпесіне қатты суық тиген айтты. Оның өмір сүріп кетуге мүмкіншілігі мүлдем жоқтығын айтқан. Өкпесінің 70%-ын ісік шалған және өкпесін кесуге тура келеді. Бір өлімнен аман қалған Майк темір өкпе деп аталатын капсулада өмір сүруге тура келеді. Бұндай капсулалар бағасы қолжетімді емес болды. Олардың бағасы 90 мыңнан 200 мың долларға дейін жеткен. Бірақ Майкқа қайырымдылық қоры ақша жинап, темір өкпені сатып алуға көмектесті. Қайырымдылық қоры 150 мың долларды бір аптаның ішінде тапты. Солай Майк темір өкпе сатып алды. Ол кезде Майктың жасы небәрі 30-да болды. Бұл темір өкпелер өздігінен демала алмай қалған Майкқа жасанды түрде демалуға көмектесті. Солай біраз жылдар өтті. Майктың қазіргі таңда 2 қызы және 1 ұлы бар. Олар Американың Техас штатында өмір сүреді. Майк өзі туралы және темір капсула деген кітапты жарыққа шығарды. Ол жерде Майктың бүкіл өмірі жазылған. Осымен өмірге құштар Майктың видеосы аяқталды. Егер осы видео сізге ұнаған болса, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.